Herkese merhaba arkadaşlar. Бәріне сәлем достар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз yönelme durumы. Yönelme durumы қазақ тіліндегі барыс септігімен ұқсас. Яғни оның сұрағы nereye, қайда, жалғаулары а, е. Мысал ретінде былай өмірден бір мысал алайық. Мысалы А нүктеден Б нүктеге баратын болсақ, біз қандай сұрақ қоямыз? Қайда, иә? Мысалы, мен үйден университетке бара жатырмын деген секілді. Қазақ тілінде жұрнақтары, жалғаулары ға, ке болатын болса, түрік тілінде а, е. Яғни бізде yönelme тұрымы бағыт, бағдар береді. Мұнда түбір сөздерді жазамын. Ресторан, окул, Анталия. Ev дегеніміз үй. Бұл бізде дауыссыз дыбысқа аяқталғандықтан оған е әрпі жалғанады. Эве. Ресторан бізде жуан дауысты дыбысқа аяқталғандықтан ресторана, яғни ресторанға. Окул болса окула, мектеп, мектепке. Анталия. Бұл бізде қала аты, иә? Анталия бізде дауысты дыбыспен аяқталып тұр. Сол кезде не жалғанады? Е әрпі жалғанады. Біз алдында айтқандай Анталия, я. Жами, мешіт, ол да бізде қандай дауысты дыбыспен аяқталып тұр? Жіңішке дауысты дыбыс, е? Жамие, мешітке. Енді бізде П, Ч, К, Т деген секілді қатаң дауыссыз дыбыстар бар. Олар бізде Б болып өзгереді, Ч, Ж болып өзгереді, К, Г немесе жұмшақ Г болып өзгереді, ал Т бізде Д болып өзгереді. Мысалға, ач деген сөзді алайық. Ач чыға бітіп тұр, иә? Ол бізде ағашқа болатын болса қалай аяқталады? Қалай жалғанады? Жалғау. Ажа. А әрпі бізде Ч әрпі Ж-ға ауысып кетті, иә? Сосын китап деген сөзді алайық. Китап бізде П әрпіне бітіп тұр. Китаба. Кітапқа. П әрпі Б әрпіне ауысып кетті. Барыс септігінің А әрпі жалғанды. Yönelme durumындағы есімдіктерге назар аударатын болсақ, кішкене ғана бір өзгеріс бар. Мысалы, бен, бана, маған, сен, сана, ол, о, она, біз, бизе, бізге, сіз, сізе, сізге, onlar, onlara. Біз бұны осылай жаттап аламыз. Яғни, бана, маған, сана, саған, она, оған, бизе, бізге, сізе, сізге, онлара, оларға болып жасалады. Енді алдыңғы өткен тақырыптардың барлығын қамти отырып, сөйлемдер құрастырайық. Бана, маған, китап, кітап, беріп жатыр қалай болады? Йор жалғауын жалғаймыз, е? Бана, китап, veriyor. Мен мектепке бара жатырмын. Бен, окул бізде қалай болды? Қалай өзгерді? Окула болды, е? Бен окула бара жатырмын. Бару бізде gitmek. Қалай өзгереді? Gidiyorum.
Siz restorana, siz restoranға geliyorsunuz. Келе жатырсыз. Сіз ресторанға келе жатырсыз. Ол дәптерге жазып жатыр дегенді алайық. О дәптер бізде дефтер, дефтере. Жазу қалай болады? Yazmak. Şimdiki zamanмен, қазіргі шақпен yazıyor болады. Осылайша біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Түркияға оқу, түрік тілін үйрену өте оңай. Амалдар ниетке байланысты. Көріскенше сау болыңыздар.